17 жастағы пәкістандық бойжеткен, норвегиялық зерттеуші, тибеттік монах пен американдық пастордың қандай ортақ ұқсастықтары бар? Олардың бәрі де дүниежүзілік Нобель премиясының иегерлері. Бұл әлемдегі ең жоғарғы марапаттардың бірі. Ол өз кезегінде тарихтағы біртуар және әлемдегі ең таңдаулы қоғам қайраткерлері мен ұйымдарға табысталады. Премияның бастауында кім тұрғанын білу үшін 1800 жылға қайта оралайық. Сол кезде швед химигі Альфред Нобель өзінің өнертапқыш әрі кәсіпкер мансабының нығаюына алып келген динамитті ойлап табумен белгілі еді. 30 жылда ол үлкен байлыққа кенелсе де, шаңырақ көтермей, ізін жалғастырушы ұрпақ қалдырмаған. Нобельдің дүниеден өткеннен кейін таң қалдырарлық өсиет анықталған. Нәтижесінде тұлғаның барлық жиналған қаражаты физика, химия, медицина, әдебиет және бейбітшілікті нығайтудағы жетістіктер үшін берілетін 5 түрлі премияға жұмсалған екен. Премия өз кезегінде Нобельдің ғылым мінсіздігі мен әдебиетке құмарлығын айқындай түседі. Бірақ оған бейбітшілікті нығайту ісінің байланысы қандай? Мәселен, Нобельдің есімі соғыс өнеркәсібімен тығыз байланысты болғандықтан, кейбіреулер тарихи тұлға өкінішін сезініп бейбітшілік премиясын құрған деп болжаған. Қайткенмен де, бұл тек болжам ғана. Нобельдің өзі бұл жайтты ортаға салмағанын, әрі оның туындысының құрылыста кеңінен қолданылғанын атап өткен жөн. Тарих ғалымдары Нобельдің бейбітшілік ісіне адалдығын, оның австриялық пацифист Берта фон Зутнермен көпжылдық достығы мен хат алмасуымен байланыстырады. Фон Зутнер халықаралық бейбітшілік қозғалысында төрелік етіп, Нобель өлімінен кейін әйел ретінде 1905 жылы алғашқы Нобель сыйлығының лауреаты атанған. Өз өсиетінде Альфред Нобель өзге премияларға қарағанда Швецияда емес, Норвегияда берілетін премия лауреаты атанудың 3 критерийін негіздеген: қарусыздану, бейбітшілік конгрестері мен ұлттар достығы. Бұл тізім сол уақыттан кеңейіп, өзіне адам құқығы мен бейбіт келіссөздер сынды бейбітшілікті насихаттайтын өзге жолдарды кіріктіреді, және премиямен тек бір адам марапатталуы міндетті емес. Мысалы, дүниежүзілік Нобель премиясының 3/1-ін 2 немесе 3 лауреат бірдей бөлген. Премия номинациясы қалай өтпек? Нобель қорының жарғысына сәйкес, кандидаттарды тек ұлттық парламент, үкімет және халықаралық сот мүшелері ұсыналады. Сондай-ақ университет ректорлары, қоғамдық ғылымдар, тарих, философия, құқық, теология профессорлары және бұрын премиямен марапатталғандар аталған мүмкіндікке ие. Ал ұсынған тұлғалар жайлы нақтырақ білгіңіз келсе, біршама төзімді болуыңыз керек, себебі барлық ақпарат 50 жыл көлемінде құпия ретінде сақталады. Мысалы, Мартин Лютер Кинг кандидатурасын ұсынған адам 2014 жылға дейін белгісіз болған. Сонда оны бұрында Нобель премиясына ие болған квакерлер мен Швеция парламентінің 8 депутаты ұсынған екен. Жалпы тұлғалар мен ұйымдар санына шектеу қойылған. Мәселен, Америка құрама штаттарында қоғамдық жұмыстың нығаюына үлес қосқан Джейн Адамсты премияға 91 рет қатарынан ұсынған екен. Нәтижесінде ол тек 1931 жыл ғана Нобель марапатына ие болған. Лауреаттардың болмауының да өз мәні бар. 1948 жылы Махатма Гандидің өлімінен кейін марапаттауға шек қойылған. Бұл марапатталмаған лауреатқа деген құрметтің белгісі болып түсіндірілген. Өзге Нобель премиялары сияқты, бейбітшілік премиясы да өмірден өткендерге берілмейді. Лауреатты анықтау құпия түрде 1 жыл аралығында өтеді. Ол үшін мемлекеттік қызметке ие бола алмайтын 5 норвегиялық Нобель комитетінің мүшелері тағайындалады. Іріктеу соңғы кезде 300-ден асқан үміткерлер бойынша жүргізіледі. Содан ұсынушылар зерттелініп, кандидаттар анықталады. Соңында комитет төрағасы қазан айында лауреатты жалпылама түрде жариялайды. Марапаттау рәсімі Альфред Нобель дүниеден өткен 10 желтоқсан күні өткізіледі. Марапаттың өзі бейбітшілік пен адамдар арасындағы бауырластық аудармасына ие Propace et Fraternitate Gentium сынды латын жазбасы қашалған алтын медаль мен қомақты қаржылай сыйлық болып табылады. Соңғы жылдары
ол 8 миллион швед крона, яғни 1 миллион Америка құрама штаттары долларына тең болған. Егер лауреаттар саны бірнеше болса, сыйлықты тең көлемде бөлген. Лауреаттар қаражатты өз қажеттіліктеріне жұмсай алса да, қазіргі таңда көбі оның бәрін гуманитарлық және қоғамдық жобаларға арнауда. Көптеген жылдары Нобель премиясын негізінде Еуропа мен Солтүстік Америка ерлеріне арнаса, бертін келе біршама өзгерістердің болуына байланысты премия нағыз жаһандық болып қалыптасты. 23 ұйым мен 103 адам, соның ішінде 87 ер мен 16 әйел тарихта 126 Нобель премиясын әлемдегі бейбітшілікті нығайтуда иеленген. Оңтүстік Африка Республикасындағы апартеидке зорлықсыз қарсылық үшін Десмонд Туту, антипехоталық миналарға шектеуге қарсы халықаралық қозғалыс үшін Джоди Уильямс, байырғы ұлттардың құқығына сәйкес әлеуметтік әділет пен жасампаздыққа сіңірген еңбегі үшін Ригаберте Менчатум, Намибия, Косово мен Индонезиядағы халықаралық қақтығыстардың алдын алудағы қосқан үлесі үшін Марти Ахтисари, Мьянмадағы демократия мен адам құқығының сақталуындағы күресі үшін Аун Сан Су Чжи. Бұл тек бізді шабыттандырып қана қоймай, өз ісімен әлемдегі бейбітшілікті жолдардың барын дәлелдей түсетін тұлғалардың мысалы ғана. Сіздермен бірге болған Әсер Voice. Бізбен бірге әлемнің шексіз қырын бірге танайық.